Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз нысана мүшелер деп атайды. Нысана дегенді көбінесе бізде спортта қолданылады, бір мақсатқа жету үшін, бір нәрсені ату үшін, бір орталықты, яғни орысша нысана дегеніміз мишень немесе цель деген сөз. Ал енді біздің бүгінгі сабағымызда нысана мүшелер дегеніміз не? Біздің сабағымыздағы бүгінгі нысана мүшелер қан қысымының артуынан, жоғарылауынан зардап шегетін мүшелер. Осыны біз нысана мүшелер деп атаймыз. Қан қысымы қай кезде артады болар? Қан қысымы ол артады бүйректегі ринин затынан артуы мүмкін, немесе су мен тұзды көп пайдаланғанда артуы мүмкін. Яғни оның себептері өте көп. Бірақ қан қысымының жоғарылауынан зардап шегетін мүшелерді сонымен біз қандай мүшелер деп атадық? Нысана мүшелер деп атайық. Енді біз мына жерге жазайық нысана мүше деп. Мүшелер. Қандай біздің мүшелер зардап шегуі мүмкін? Ми, жүрек, бүйрек, көз, қан тамырлар. Міне, жоғарғы қысымнан, қан қысымның жоғарылауынан, бізде зардап шегетін мүшелер, сонымен осы мүшелер 5 мүшені атадым: жүрек, ми, бүйрек, көз және қан тамырлар. Енді ең бірінші мүше ол жүрек деп атар едім болар. Қан қысымы жоғарылағанда ең бірінші зардап шегетін мүше ол жүрек. Неге? Жүректің біз қабаттарын білеміз, осы жүректің бұлшықетті қабатын миокард деп атаймыз. Қан қысымы жоғарылаған кезде осы миокард қатты сезімтал болады қан қысымының жоғарылауына, сөйтеді жүрек миокардыда инфаркт болуы мүмкін. Сөйтеді жүректің бұлшықетінде осы инфаркт нәтижесінде ең бірінші жүрек зардап шегеді. Келесі нысана мүше ол ми. Ми балар. Мида қалай зардап шегеді? Осы қан қысымның жоғарылауынан мида микроинсульттар болуы мүмкін. Соның нәтижесінде микроинсульт кезінде қан тамырлары жарылады. Сол қай үлкен ми сыңарларында, мысалы үшін, қай аймақта жарылса, сол аймақта сол іс-әрекет ол төмендейді. Мысалы үшін, ойлау төмендеуі мүмкін, сөз бұзылуы мүмкін, немесе зейін, есте сақтау қабілеті осы микроскопиялық инсульттің нәтижесінде осылар зақымданғаннан олардың өзінің қызметтерін төмендетуі мүмкін. Ал енді одан кейінгі бүйрек балар. Бүйректе нысана мүше. Неге? Қысымы жоғарылаған кезде балар, қанның қысымы жоғарылаған кезде бүйректе зәр түзілуді қамтамасыз ететін бүйректің ішкі микроскопиялық құрылымы бұзылуы мүмкін. Мысалы үшін, бұл үнемі қан қысымы жоғарылауынан бүйректің жетіспеушілігі орын алуы мүмкін. Бүйрек жетіспеушілігі кезінде не болады? Ол бүйрекке қан алып келетін артерия мен қан алып кететін артерия және капилляр шумақтарында өзгеріс болуы мүмкін. Ол сол кезде нефрондардың біраз бөлігі жұмысын тоқтатады. Нефрон дегеніміз не? Нефрон дегеніміз бүйректің құрылымдық қызметтік бірлігі. Әрбір бүйректе 1 миллионнан астам нефрон болады дедім. Сонда осы нефрондар өзінің жұмысын тоқтатады. Сөйтіп олар атрофияға ұшырайды. Атрофия дегеніміз нефрондардың өлуі деген сөз. Ал осы нефросклероздың дамуымен бүйректің жасушалары дәнекер ұлпаға ауысып отырады. Яғни дәнекер ұлпа дегеніміз соединительная ткань дейміз, соған ауысып отырады. Бұл бүйрек өзінің қызметін жояды. Сөйтеді бүйрек бүрісіп қалады балар. Бүйректің кейбір кезде ғаламтордан суреттерін көруге болады, бүрісіп қалған бүйректер. Бұлардың басты себептерінің біреуі осы қан қысымының жоғарылауы болып табылады. Сөйтеді созылмалы бүйрек жетіспеушілігі дамып отырады. Енді
зәрдің құрамында, осы қан қысымының жоғарылауынан зәрдің құрамында нәруыздар болады. Атап айтқанда альбумин нәруызы қанның құрамында, зәрдің құрамында болады балар. Зәрдің құрамында альбумин нәруызы болады. Бұл бүйректің жетіспеушілігінің басты белгілерінің біреуі болып табылады. Енді жинағыш түтікшелер мен дистальды өзекшелер дегенде біз өткенде бүйректің құрылысынан оқыдық. Естеріңде бар ма? Осы жинағыш түтікшелер мен дистальды өзекшелер келетін судың реабсорбциясын және көлемі аз жоғары концентрациялы зәр шығару процестерін реттейтін антидиуретикалық гормон бар. Ал антидиуретикалық гормонды өткен сабақта өткенбіз. Осы антидиуретикалық гормон үшін нысана мүше ол бүйректер болар. Антидиуретикалық гормон үшін нысана мүше, тағы да қайталап айтам, ол бүйректер болып табылады. Енді осы бүйректің ішкі құрылысындағы дисталды өзекшелер мен жинағыш түтікшелердің қабырғаларында, яғни осылардың мембраналарында рецептордың екі түрі орналасады. Олар В1 және В2 рецепторлары. В1 рецепторлары бұл қан тамырлардың бірыңғай салалы бұлшықеттерінде болады. Сондықтан АДГ үшін екінші нысана мүше ол қан тамырлары. Қан тамырларындағы бірыңғай салалы бұлшықеттер. Ол АДГ не істеді? Ол көп босап шыққан кезде, яғни көп синтезделген кезде, ол қан қысымын жоғарылатады. Неге десек, бағанағы бұлшықеттерді бұлар қабатының жиырылады, сөйтіп тамырды тарылтады. Қан тамырлар тарылғанда қанның қысымы жоғарылайды. Ал енді сонда АДГ үшін екінші нысана мүше, бірінші бүйрек десек, екінші нысана мүше қан тамырларының бұлшықеттері. Сонда АДГ қан тамырларының бұлшықеттерін тарылтады, сөйтіп қан қысымын жоғарылатады. Ал В2 ше, В2 бүйректің өзекшелерінің мембраналарында орналасады. Бүйрек өзекшелерінің мембраналар. Былайша айтқан кезде бүйректің өзекшелері атап айтқанда дисталды өзекшелердің мембраналарында орналасады. Нәтижесінде не болады? Нәтижесінде бұлар АДГ-ның секрециялануына алып келеді. Ал АДГ-ның секрециялануы көп болатын болса, ол босап шықса, қанда онда оның зәрдің концентрациясы не істейтін еді? Өткен сабақты есімізге түсірек, қанда қанның зәрдің концентрациясы артып отыратын. Судың реабсорбциясы зәрдің құрамындағы натрий, хлор, фосфат иондарының концентрациясының артуына алып келеді. Бұл арқылы организмдегі сұйықтықтар мен электролиттердің гомеостазы осылай реттеліп отырады. Міне балалар, бүгін біз нені өттік? Қан қысымының жоғарылауы нәтижесінде зардап шегетін мүшелерді нысана мүшелер деп атайтын өттік. Нысана мүшелерге мына 5 түрлі мүше жатады. Бірінші жүрек, екінші ми, үшінші бүйрек, одан кейін қан тамырлар, көз зардап шегеді. Міне сондықтан бізде су мен тұздың балансы, осы нысана мүшелер зардап шекпей үшін бізде міндетті түрде су мен тұздың балансының гомеостазы тұрақты түрде сақталуы керек. Ал егерде ол сақталмаса, бұл параметрлер сақталмаса, су, тұз, гомеостазының параметрлері сақталмаса, онда ұлпалардың ісінуі, қан қысымының жоғарылауы және организмдегі зат алмасу процестерінің өзгеруіне алып келеді. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.